Сіз осы күнге дейін алыс сапарға шығу туралы шешімге келе алмай жүрсіз бе? Онда міндетті түрде Across the Kazakhland бағдарламасын көру қажет. Осылайша сіз біздің елдің кең байтақ даласының қаншалықты керемет екеніне көз жеткізесіз. Жүргізушілеріміз Антон Дукровец пен Жұлдыз Рахмет әр бағдарламада ең қызықты деген әсемдігімен елітіп әкететін туристік орындар туралы айтып береді. Өткен бағдарламада біз көне Сайрам қаласында болған едік. Бұл шаһар туралы деректер тіпті киелі Авеста кітабында да бар. Алғашқы сәттен-ақ бізді Баянауыл ұлттық табиғи паркінің табиғаты, Сайрам су мен Торайғыр көлдерінің сұлулығы баурап алды. Әр жаңа белестерге қарай батыл қадам жасауға шабыт берді. Баянауыл таулары, оның ішінде Кемпіртас өзінің ерекше пішінімен көңілімізді көтерді. Бүгін Жұлдыз тарихтың маңызды бір тармағына сапар шегіп, атаңызға айналған әйгілі Сауран қаласына барады. Антон болса сырға толы Шайтан көлге жол тартады. Оның қандай құпиясы бар және ол несімен қауіпті, бұл туралы бірер минуттан соң. Терең ойға баттыңыз ба? Одан да бізге қосылыңыз. Біз саяхаттың қандай тамаша және әркез қалтаңызды қаға бермейтінін дәлелдейміз. Ұлы жібек жолы бірнеше мың шақырымға созылған. Ол біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда қалыптасып, 1000 жарым жыл қызмет еткен. Күннің ыстығында жаздық далада әсем шаһарлардың бойымен керуен жүрді. Бұл біздің тарих. Орта ғасырдағы алып бағыт шығыс пен батысты байланыстырған болатын. Бұл жол мемлекеттердің құрылуы мен дамуына, тіпті құлдырауына да куә болған. Вот сегодня, когда на карту шелкового пути мы накладываем Бүгінде картаны алып, Ұлы жібек жолының үстіне біздің қазіргі темір жолдар мен автокөлік жолдарын қоятын болсақ, сәйкестіктің барын байқауға болады. Қазір топографтар, геодезистер, геолог ғалымдар бар екені мәлім. Ол сол заманда Ұлы жібек жолын қалай жасаған екен? Не геолог, не геоморфолог, не геодезист жоқ. Осыны түсіну қиын. Бүгінде шойын жол Сауран қаласынан бар жоғы 5-6 метр қашықтықта жатыр. Осындай аралықтан көне Сауран қаласының қабырғасы көрінеді. Сегодня мы по железной дороге прямо проезжаем в 5 или 10 метрах, пусть даже больше, от Саурана древнего. И видим стены древнего Саурана. Ұлы жібек жолы Қазақстанның шығысы мен оңтүстігі арқылы өтіп, Европаның территориясына шыққан. Сауда керуенінің нәтижесінде оңтүстік аймақта Қаялық, Отырар, Құлан, Исфиджаб сияқты ірі қалалар пайда болды. Біз оларды алғашқы кейпінде көре алмаймыз. Тек қираған үйінділеріне қарап, бұл жерде дамыған өркениеттің болғанына көз жеткіземіз. Здесь были очень много поселений эпохи бронзы. Мұнда қола дәуірінен сақ қарлы құйсын заманнан қалған жәдігерлер кездеседі. Бұл жер түркі қағанатының гүлденген кезеңінен Қазақ хандығына дейінгі және хандықтан кейінгі ғасырлардан сыр шертеді. Палеолит дәуірінен бастап қазіргі заманның да ескерткіштері көптеп кездеседі. После казахского ханства. Здесь очень много памятников от эпохи палеолитов, кончая до современности. Жалпы бұл өңір тарихи құнды, көрікті нысандарға бай және аймақ туризмнің орталығы болып саналады. Поэтому является одним из центров туризма. Жұлдыз бастаған біздің алғашқы түсірілім тобы Қазақстанның оңтүстігінің аумағын зерттеуді жалғастыруда. Бүгін ұжым көне Сауран қаласына келген еді. Бұл шаһар туралы алғаш рет 10-шы ғасырдың басында айтылады. Алып қала орта ғасырдан қалған Қазақстан мәдениетіндегі аса маңызды ескерткіш саналады. Одан бірнеше шақырым жерде орналасқан жартылай қираған қорғандар туристердің назарын аударады. Жазық далада оларды байқамау мүмкін емес. Жақындай келе бұл қамалдардың шынымен берік болғанын байқаймыз. Там, когда не приедешь, работают люди, там с археологами. Қашан келсеңіз де, бұл жерде археологтар жұмыс істеп жатады. Олардың қабырғаларды қалпына келтіріп жатқанымен қазба жұмыстарын жүргізгенін көргендеріңіз абзал. Надо видеть, как раскопки идут. Это рассказать просто, нет. Себебі сөзбен айтып жеткізу үшін көп уақыт қажет. Мен студенттерге жиі айтамын. Дегенмен мына жердегі шынайы жағдайды, қауырт жұмыста үлкен еңбекті өз көздерімен көргендері дұрыс. Не просто, когда уже все, шик, блеск, красота, а что нужно сделать до того, чтобы это все получилось. Әзірге Жұлдыз бұл мекенмен жақынырақ таныса берсін. Ал Антон бастаған біздің екінші топ қайда жүр екен? Ну что ж, а мы продолжаем наш... Біздің саяхатымыз одан әрі жалғасады. Және сіздер бұл сапарымызды Across the Kazakhland хэштегі бойынша көре аласыздар. Алдымызда Қарқаралы жатыр. Біз Павлодар облысынан шеттеп, Қарағанды өңіріне аяқ басамыз. Бұл жаққа жақындай бере жылы лепті сезіп келемін. Дән ризамын.
Қазақстанның орталығын біз Сарыарқа деп атаймыз. Табиғаты расында бірегей. Шығысын жаппай Қызыларай таулары алып жатыр. Батысында әйгілі Ұлытау болса, солтүстік шығысына қарай Қарқаралы таулары мен мұндалап тұр. Ал оңтүстігінде Балшықты шөл, Бетпақ дала мен Тұран құм ойпаты бар. Қарағанды облысының аумағында жергілікті маңыздағы 10 табиғи ескерткіш орналасқан. Олардың қайсысы болмасын ерекше және сонысымен көптеген шетелдік туристің қызығушылығын оятып келеді. Люди другие. Они, не скажу, что прямо они все одинаковые, они разные, очень разные. И есть люди очень закрытые. Ол жердің адамдары өзгеше, бәрі бірдей деп айта алмаймын, әртүрлі. Арасында өте тұйық адамдар бар. Түрлі жағдайларға байланысты жалғыз өмір кешуде. Живет в тех же, возле сакральных мест, у мавзолеев, там, вот мы в Южно-Казахстанской области ездили там. Алайда керек болса, оларда шер тарқата алады. Ал киелі орындарда, кесене маңында, мәселен Қазақстанның оңтүстігі мен шығысында адамдар өте ашық, қарапайым келеді. Открытые, которые вот уже, наверное, может, родились там, либо давно очень живут. Есть, которые не совсем давно и очень недоверчивые поначалу. Потом, когда оларға ештеңе бүлдірмейтініңізді, тек табиғатын тамашалауға келгеніңізді айтсаңыз болғаны. Ты пришел как чистый для опознания. Ты хочешь просто понять эту природу, увидеть ее и не сломать ее, и ни в коем случае не натворить ничего. Антон Қарқаралы тауларын бетке алып келеді. Бұл жерге түсірілім тобы кешке таман жетіп, түнеуге қалады. Ал келесі күні таңертең олар Шайтан көлдің құпиясын ашуға аттанады. Қазақстандағы саяхатыңыз кезінде түскен фотосуреттерді әлеуметтік желіге Across the Kazakhland хэштегі бойынша орналастырып, бағалы сыйлықтар ұтып алу мүмкіндігіне ие болыңыздар. Біз қайта Қазақстанның оңтүстігіне Сауран тарихи мекеніне ойысамыз. Көне шаһар Түркістан қаласынан солтүстік батыс бағыты бойынша 40 шақырым жерде жатыр. Шамамен 1 сағаттан астам жол. Мұнда тек автокөлікпен жетуге болады. Жол құмды далада жатқан ескерген абзал. Жазда ауа температурасы 45 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Сондықтан бұл өлкеге көктем мезгілінде немесе күздің басында келген жөн. Когда мы планируем путешествие, это мы в таком в драйве, в таком, представляете, мы сидим, прописываем. Саяхатымызды жоспарлаған кезде ерекше сезімде боламыз. Карта алып, азық-түлігімізді түгендейміз. Десе де, әйтеуір бірдеңені ұмытып кетеміз. Одной из поездок забыли вообще про хлеб. Казалось бы, вот хлеб, он должен быть, а мы про него просто забыли. И в итоге где-то черт. Сапарымыздың біріне нан алмай шығып, шағын ауыл ішінде нан іздеп жүрдік. Сатып алайық десек, ақшаны ешкім керек қылмайды. Яғни ол жерде ақшаның құны көк тиын. Бұл тек түрлі түсті қағаз сияқты. И вот эти вот цветные бумажки, они оказались просто цветными бумажками. Мне вот поездки нравятся. Мен саяхатқа аяқ астынан шығып кеткенді ұнатамын. Ол өзіндік бір шабыт беретін сияқты. Вдохновляет, что ли. Біздің түсірілім топ мұндай жағдайларға әбден үйренген. Сондықтан бірден маңайды зерттеуге кірісті. Городище Сауран находится в Шаһар Түркістан өңірінде облыс орталығынан солтүстік батысқа қарай 43 шақырым жерде орналасқан. Бұл ескерткіш Әзірет Сұлтан мемлекеттік музей қорығының аумағында жатыр. Жалпы Сауран қаласы 8 және 18 ғасырлардың куәсі. по 18 века. Тарихшылардың пайымынша Сауран қаласы 2 жерде болған. Моңғол дәуіріне дейін, яғни 6-12 ғасырларда Қаратөбе шаһарының орнында орналасыпты. Ал қазіргі Сауранның қабырғасы 12-13 ғасырларда қаланған. Город, который сегодня раскапывается, вот вы знаете, я хочу сказать, что Сауран... Қазір қазба жүріп жатқан бұл шаһар отырардан асып түскен. Ол жерде болған кезде салыстырып соған көз жеткізесіздер. Саураннан табылған жәдігерлер өте құнды. Столько сегодня хорошо музеифицируется. Это город, который... Бұл қалаға 15 ғасырда Васифи өз жазбаларында жасыл оазис деп баға беріп кеткен. Егер Ұлы Жібек жолының бағытымен Түркістаннан Қызылордаға жол тартсаңыз, 50 шақырымында Сауран қаласына тап боласыз. В сторону Кызылорды. В 50 километрах мы приходим к Саурану.
Байырғы заманда бұл бірегей нысан болатын. Саяхатшылардың көбін қаланың үлкендігі ғана емес, оның суару, ауыз сумен қамту жүйелерінің озықтығы таң қалдырған. Тұрғындар өздерінің жеке жер суару әдісін ойлап тапқан. Көне заман естеліктерінің көбінде Сауран мықты қорған ретінде сипатталады. Араб географы Магдиси былай деген: Сауран үлкен қала, қатар-қатар 7 қабат қабырғамен қоршалған. Ол жердің орталығында құлшылық етуге арналған мешіт бар. Қала оғыздар мен қыпшақтарға қарсы шекаралық қорған болып тұр. Сауран Қаратау мен Сырдария аралығындағы керуен көші жүретін өте маңызды сауда-экономикалық орталық болған. Қаланың өркендеп, дамып, гүлденген тұсында халқының саны 3 мыңнан 15 мыңға дейін жеткен. 15 тысяч. Бір өкініштісі, мұндай ұлы қаланы біз тек өзіміздің қиялымызда ғана көзге елестете аламыз. Бүгінде көптеген саяхатшыларды бұл мекен тарихи маңызды деректермен ғана емес, атауымен де тәнті етуде. Властелин колец шығармасын жазған кезде Джон Толкин, Саурон, Урунхай сияқты атауларды біздің Қазақстан жерінен алған сияқты әсер қалдырады. Он взял просто с нашего Казахстана. 16 ғасырда Рузбихан былай деп жазды: таңғажайып жайлы қала, жазық далада салынған, өте көңілді, жарық, ойыңды сергітетін, сананы серпілтетін, бойыңа күш дартатын саф ауасы бар. Маңайында жаппай сан алуан әдемі ағаштар жайқалып өсіп тұр. Біздің жаңалықтарымызды әлеуметтік желілерде @zeKazakhland хэштегі бойынша біле аласыздар. Қазақстанның таңғажайып жерлерінде түскен суреттеріңізді орналастырып, фото байқауға қатысыңыздар. Әрі бағалы сыйлықтар ұтып алыңыздар. Келесі күннің таңын Антон Қарқаралы тауында қарсы алды. Қайырлы таң. Саяхатымыз осылай жалғасып жатыр. Түні бойы жаңбыр жауды. Міне тағы басталды. Всю ночь дождь опять идет, барабанит. Нөсер жауын ұйқы шақырады деуші еді. Бірақ екпінді жел соққан кезде шатырымыз шайқалып, бойды үрей билейді екен. Лодка шатается. Становится немножечко боязно. Десе де, таң атысымен күн сәулесі шықты, ауа райы ысый бастады. В принципе, почти жарко. Наскримат. Айтпақшы, төсенішсіз жолға шығудың қажеті жоқ екен. Ол қандай жағдай болса да сізді құтқарады. Он тебя спасает больше первый другой. Антон ағынан жарылып, табиғатта демалғанды аса ұнатпайтынын айтты. Оған әркез шатырды тігіп, оны қайта жинау оңайға түсіп жатқан жоқ. Оның үстіне ауа райы да оның көңілін көншітпей тұр. Оны осыншама бекітудің қажеті қанша? Вообще существуют уже новые интересные палатки, которые... Бүгінде қол шатыр сияқты ашыла салатын түрлі жаңа шатырлар бар ғой. Не улетай. Тек ұшып кетпесе, ал мынау заттар өте қауіпті. Абайлаған жөн. Егер сындырып алсаңыз, шатырды қайта қоя алмайсыз. Палатка уже больше не поставится. Ұшпа деймін. Сумен жалынға және Антонның шатыр жинап жатқанына көз алмай ұзақ қарап тұра беруге болады. 14 ғасырдың алғашқы жартысында Сауран Рошолысы Ақ Ордасының астанасы болған. Кейін шаһар Қазақ хандығының құрамына өткен. Жоңғарлар күйреткеннен кейін ақыры 19 ғасырдың басында қала қаңырап қалды. Мәдени мұра бағдарламасының аясында ғалымдар көне шаһарды 10 жылдан бері зерттеп келеді. Айта кетейік, Сауран топографиясын тамаша сақтап қалған жалғыз архитектуралық ескерткіш. Қаланы берік етіп салғаны байқалып ақ тұр. Үйлері, алаңдары, көшелері рет-ретімен орналасқан. Шаһардың жоспарын жасау кезінде кәсіби сәулетшілер еңбектенген деп сеніммен айтуға болады. Қазынаның қалдықтары негізінде археологтар қоныстың бір бөлігін қалпына келтірді. А то, что не сохранилось сегодня, реконструируется. И вы через... Сақталмай қалған дүниелер қалпына келтіріліп жатыр. Тура 500-600 жыл бұрынғыдай сіздерде Сауранның бас қақпасы арқылы қалаға кіріп, көне шаһар көшелерінде жүресіздер. Реставрация где-то на этом уровне. А вы знаете, что Васильфи писал о том, что в этом Сауране, вот бы мне даже процитировать, я бы могла вот взять, процитировать. В этом древнем Сауране были качающиеся минареты.
Васифи Саурандағы тербеліп тұрған мұнаралар туралы жазған. Айтпақшы, білесіз бе, Саураннан алғашқы медресе табылды. Самое древнее, самое первое на сегодня из раскопанных учебных заведений медресе находится в Сауране. Может, завтра раскопать. Ертең тағы тың жаңалықтар ашылуы әбден мүмкін. Ал әзірге бұл деректің өзі Қазақстанның рекордтар кітабына енгізілгенін айта кету қажет. Яғни ең көне оқу орны Сауранда болған. Раскопанное, сегодня изученное, это в Сауране. Мұнаралар тербеліп тұратын медресе жалпы әлем бойынша бірегей нысан саналады. Олар Иранда әлі күнге дейін бар, ал Саурандағы мұнараны суреттен ғана көре аламыз. Представьте, два высоких вот эти минареты, да, вот такие купольные, ну, как мечетские, минареты мечети. Высокие два минарета рядом стояли, сауранцы построили. И когда сюда въезжали... Елестетіп көріңізші, күмбездері бар мынадай екі биік мұнара тұр. Ұлы жібек жолымен жүрген қала меймандарына мұнаралар тербеліп тұрғандай әсері қалдырған. Және олар оны әне міне құлап кетеме деп қауіптенген. Минарета раскачиваются. И казалось, что вот сейчас они рухнут. И все в испуге, так сказать, отпрянули бы назад. А ларчик просто открывался. Между двумя этими... Оның құпиясы мынада, шағын темір шынжырда бөрене ілініп тұрған. Бір адам оны шайқаған кезде мұнаралар тербелгендей әсер қалдырған. Сол кездің өзінде мұндайды қалай ойлап тапқан екен. Это бревно, это по закону физики. И раскачивающееся бревно между двумя минаретами создавало эффект раскачки минарета. Понимаете? Это ж надо было такое придумать. Біздің қазіргі мақсатымыз көне шаһарды қалпына келтіру. Болашақта оның негізінде ашық аспан астында музей ашылуы да мүмкін. Біз тарихи танымдық ақпарат алып жатқанда Антон әйтеуір шатырын жинастырып болыпты. Енді ол Шайтанкөлге сапарға дайын. Мүлде болмаған сияқты таңғы асқа кеттік. Қарқаралыны халық сарыарқаның маржаны деп атайды. Орманда алқабы мөлдір, тұнық айдың көлдері, таулы жайлауы саяхатшылардың есінде мәңгі қалады. Недавно был на пресс-показе одного фильма, и там показывали... Жақында бір фильмнің көрсетілімінде болдым. Бір адам шетелге кетеді. Оның түсіне балалық шағы жиі кіретін болады. Жеке тағдыры түнерген болса да, Қазақстан ашық жарқын болып түсіне кіреді. А Казахстан у него во сне в желто-светлых... Менің ойымша, шынымен Қазақстанның қай аймағын алып қарамасаңыз да, ашық жарқын түстерге тәнті боласыз. Во всем. Это у нас наши пустыни. Біздің шөлдеріміз, Алтай таулары, оңтүстігіміз, Маңғыстау өңірі, бәрінің реңі жарық. Меніңше бұл өте маңызды. Осындай жылы түстердің нәтижесінде өлкеміз жайлы, әрі адамдары да сәйкесінше қонақжай келеді. Все уютные. И люди здесь такие же. Қазақстанның ыстық даласында жүріп келгеннен кейін бұл аймақ жұмақ сияқты құпияға толы. Көлді көру үшін тауға жаяу шығуға тура келеді. Аз уақыт емес, 2 сағат жүреміз. Жалпы көлге жетудің өзі қиын, орналасқан жері қолайсыз. Шайтанкөл Қарағанды қаласынан 230 шақырым жерде, шамамен 4 сағаттық жол. Вот на пути к озеру Шайтанкөл. Шайтанкөлге баратын жолда тастар өте көп. Байырғы заманда мұнда алып адамдар өмір сүрген сияқты. Олар бірдеңе салғысы келді ме, әлде өздерінің ойындары болды ма? Әйтеуір тастарды бейберекет лақтырып тастаған. В качественном порядке. Что здесь? Бұрынғы заман адамдарының есімдері Ольга мен Максим болған сияқты. Қалай болғанда да, мына үңгірдің кіре берісі бізге солай деп тұр. Дәулердің мазары кім бар? Тірі жан жоқ сияқты. Дәулер бұл жерден кетіп қалған сияқты. Великаны эти места уже покинули. Кәдімгі адамдарда 19 ғасырда Сауран қаласынан кетіп қалған. Оған бірнеше себеп бар. Солардың бірі сауданың тоқтауы мен аяқ астынан келген құрғақшылық.
Маңайда су қоймасы болмағанымен қалада керемет бау-бақшалар өскен. Мұның бәрі жер астынан тартылған су жүйесінің жемісі болған. Арналардың ұзындығы бірнеше шақырымға жеткен. Қала тіршілік нәрімен осылай қамтамасыз етілген. Арнайы суару жүйесін де көне ғалымдар ойлап тапқан. Это были своего рода шахты. Да, люди погибали. Я читала, что использовалось... Ол шахта тектес болған. Иә, ол жерде адам шығыны да болды. Меніңше құрылысқа үндістандық құлдар тартылған. Неге дейсіз ғой? Рабами торговали. И вы знаете, что Сайрам тоже тогда на шелковом... Себебі олар арзанға бағаланған. Құлдар сатылды. Бір қалада шайдың бағасы арзан болса, сол сияқты Сауранда құлдардың құны төмен деп жазылған. Олар қалай келді? Сауал көп оқыған сайын сәйкесінше сұрақтар да көбейе береді. Было написано, что были самые дешевые рабы. Откуда эти рабы сюда приезжали, приходили? Понимаете, сколько вопросов? Чем больше читаешь, тем больше вопросов. Әр адам өзінің шығу тарихын білгісі келетін шығар. Біз кімбіз? Бұрындары ата-бабаларымыз қалай тұрды және ең бастысы, олар кім болды? Бұл сұрақтың жауабын табуға Қазақстанның оңтүстігіне жасаған сапарымыз көмектеседі. Это уникальная территория Южный Казахстан. И не случайно может быть Южно-Казахстанская отдельная... Қазақстанның оңтүстігі бірегей аймақ. Шымкент қаласы және Түркістан облысы орталығы Түркістан қаласы болып бөлінген. Қазақстанның рухани орталығының өз алдына жеке дара аймақ болуы заңды құбылыс, өте әсем өңір. Для того, чтобы быть отдельным вот такой вот локальной территорией, который прекрасен. Екінші түсірілім тобы әйтеуір Шайтанкөлге жетті. 3 сағат адасып, бір маңында айналып жүрсек те, біз ақыры құпиясы ашылмаған жұмбақ саналатын көлді таптық. Шайтанкөл. Шайтанкөл ол теңіз деңгейінен 1120 метр биіктікте орналасқан. Жолы шытырман. Шамамен 3 сағат уақытта жетесіздер. Сондықтан алдын ала дайындалып келген абзал. Дегенмен өте әдемі, екі жардың ортасында орналасқан. Бір қызығы, бұл көлдің тереңдігі қанша мәрте өлшенгенімен нәтижелерінде еш сәйкестік, яғни нақты ақпарат жоқ. Адамдардың пікірі әртүрлі. Дегенмен көлдің ішіндегі шұңқырларының бірінің тереңдігі 97 метрге дейін жетеді деген сенім бар. Енді тағы бір сенімге сәйкес, бұл атылмай жатқан жанартау екен. Қалай дегенмен көлдің тереңдігі беймәлім. Бұл жерде шомылуға болмайды дейді көненің көзін көргендер. Олардың сөзінше мұнда зұлым рухтар бар. Және олар көлге түскен адамды не батырады, не қарғыс атады. Атауы да содан қалған. Десе де үйректер аман есен жүзіп жүр. Происходит и название. Ну, уточки плавают, и вроде ничего. Көлдің суының түсі, жарқын көгілдір. Жаз мезгілінде бұл жер салқын, ал қыста көлді қалың мұз жабады. Мұнда құятын өзен де, бұлақ та жоқ. Сондықтан су деңгейі не ортаймайды, не тасымайды. Дей тұрғанымен жергілікті халықтың айтуынша, су қоры жақын маңдағы Қарқаралы қаласын басып кетуге әбден жетеді. В общем, вода очень красная. Бір қарағанда су қанық қызыл түсті көрінеді. Және мұнда бірдеңе болған сияқты, егер суға қолыңызды салсаңыз, оған қарғыс атады дейді. Біз олай жасамаймыз. Қызық әрине, бірақ су ыңырсып жатқан сияқты әсер қалдырады. Менің кетуім керек. Алдымызда Қарқаралы бар. Стонет. Мне вообще пора. У нас еще Каркаралинск. Бір қызығы көлдің құпиясын әлі ешкім, тіпті ғалымдар мен өлкетанушылар да ашқан жоқ. Бұл жерге көріпкелдер ғана келген екен. Сондықтан Шайтанкөл ұлы даланың шешілмеген үлкен жұмбағы болып қала бермек. Қорытынды шығаратын уақыт келді. Бүгін біз сіздермен бірге атаңызға айналған Сауран қаласында болдық. Егер сізді археология және архитектуралық ескерткіштер қызықтырса, онда міндетті түрде бұл өлкеге келуіңіз керек. Кейбір меймандарға тіпті археологиялық қазба жұмыстарына қатысуға мүмкіндік беріледі. Ал табиғатпен оңашада қалғысы келетіндерге Қарқаралы аймағына баруға кеңес береміз. Табиғаттың керемет көріністерін тамашалау үшін міндетті түрде шетел асудың қажеті жоқ. Оның бәрі сіздің қалаңыздан бірнеше шақырым жерде бар. Және бағдарлама жүргізушілері Антон Дукровец пен Жұлдыз Рахмет бұл туралы айтудан еш жалыққан емес. Біздің жаңалықтарымызды әлеуметтік желілерде @ZKazakland хэштегі бойынша біле аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Жүздескенше.